Банан сөзін латын тілінен аударғанда Musa sapientum ақылды адамның жемісі деген мағынаны білдіреді екен. Көпшілік бананды жемістер қатарына жатқызады, алайда ол жидек. Ең үлкен банан ағашының биіктігі орташа есеппен 10 метр, ал диаметрі 50 сантиметрге дейін жетеді екен. Оның бір сабағында 300 бананға дейін болады. Бұл шамамен 500 келіге дейін тартады. Сары бананмен қатар қызыл түстісі де кең тараған, алайда мұндай тірі жұмсақ болғандықтан тасымалдауға жарамайды. Көңіл күйді реттейтін B6 дәрумені басқа жемістерге қарағанда бананда көп болады. Қызығы, банан диетасы да бар, алайда оның нәрлілігі картопқа қарағанда 1,5 есеге көп. Егер бананды кептірсе, калориясы 5 есеге дейін өседі. Банан таңдаған кезде сыртқы қабығы қатты болмау керек, дақтар болмау керек, оның түсі бір қалыпты, үсті жылтырауы керек. Банан әлемдегі аллергия тудырмайтын жалғыз ғана жеміс. Тіпті жас нәрестелерге де банан ешқандай гиперсезімталдық, яғни аллергия көріністерін бермейді. Банан асқазандағы изжога секілді жағымсыз жағдайдан құтылуға да бірден-бір себеп. Оны таңғы аста жеу өте пайдалы.